Сәлем достар, біз бүгін шашылып тұратын плов дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызға майды құямыз. Майды түбінен емес, көбірек құйыңыздар кішкене. Артынан етімізді, пиязымызды, чесногымызды әбден қызарғанша қуырып алатын боламыз. Кейіннен сәбіз саламыз. Сәбізді сары түсі шыққанға дейін жақсылап қуыратын боласыздар. Тұзын салған кезде тұзын азырақ емес, көбірек салыңыздар, өйткені сәбіздің тәттісі шығып кетеді. Екі жаннан күріш салатын болсаңыздар, тура екі жаннан су құясыздар. Бетін жауып, 1 сағаттай қайнататын боласыздар. Кейін қайнағаннан кейін күрішімізді жуып, қазанымызға салатын боламыз. Баяу отта араластырып тұрасыздар күрішті суы тартылғанға дейін. Суы тартылғаннан кейін ортаға үйіп, жан-жағынан тесіп шығатын боламыз. Солай бетін жауып 40 минуттай пісіресіздер. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.